ол шынайылықпен тарайды, шынайылықпен жайылады. Баяғыда мысалға ата ұстаздар жаңағы біз Нұр Мүбаракта айтатын еді ғой, сендер ойлайсыңдар ма, жаңағы бәрі жаппай жаңағы сахабалар дін таратқан кезде, одан кейінгілер дін таратқан кезде бір жаугершілікпен не болмаса барып кәдімгідей жаңағы дағуатпен ғана не қылды деп, ауызша уағыз айтумен ғана деп. Ол өздерінің шынайылықтарын көрсетті, саудагер саудадағы шынайылығын көрсетті, жолдастағы жаңағы достықтағы адалдығын көрсетті, сонымен тарады ғой дейді. Бұның бір мысалы, бірден бір мысал Құрандағы Абаса сүресі ғой. Соның түсу себебі жаңағы Ибн Умм Мактум деген соқыр сахаба келіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға маған бір нәрсені айтшы деп діннің үкімін сұрап келген кезде, оның алдында сол кездегі мүшриктердің жаңағы би көсемдері, сондай әйгілі тұлғалары отырды да, байлары отырды. Соларға дінді айтып жатыр еді. Пайғамбарымыз ана кісі ортадан кіріп келген кезде оған қабағын түйіп, сен қоя тұрсайшы, мен қазір мыналарға айтып жатырмын ғой деген нәрсе мағынада қабағын түйді. Ештеңе айтқан жоқ, тек қабағын түйді. Соны сөгіп Алла тағала аят түсірді. Абаса ва тавалла, ол қабағын түйіп ананы теріс бұрды деп. Кейбір қазір бар ғой бізде кілең танымал тұлғаларды жинап дінді күшейтемін деген нәрсе емес. Дін сен кез келген иманына, жаңа жүрегі иманға ашылып тұрған кез келген адамға дінді айту арқылы, соны дінге шынайы шақыру арқылы ғана ол дін тарайды, жайылады да.